Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі қайырымдылық саласында маңызды қызметті жүзеге асыратын жомарт жандар мен ұйымдарды анықтау мақсатында жыл сайын өткізілетін жомарт жүрек байқауына қатысуға өтінімдерді қабылдауды бастайды. 5 номинация жарияланды. Жыл тұлғасы, жыл меценаты, туған өлке, жылдың үздік ұйымы, жылдың үздік қамқоршысы. Материалдық тұрғыда бір жағдай жасасаң, ол баланың қуанышын көргеннен кейін екі еселеніп келеді. Заниматься благотворительностью должно быть образом жизни, и именно тогда человек будет самым счастливым в этой жизни. Өтінімдер облыстық маңызы бар қалалар мен аудандарда, республикалық маңызы бар қалаларда қабылданады. Республикалық сыйлыққа үміткерлердің өтініштері 20 шілде мен 15 тамыз аралығында мына электрондық мекенжай бойынша қабылданады. jomartjurek@kipd.kz. Жеңімпаздар 15-29 қыркүйек аралығында jomartjurek.ruh.kz сайтында онлайн дауыс беру арқылы анықталады. Жеңімпаздарды сіздермен бірге таңдайық. Жомарт жүрек 2022 премиясы филантроптар мен меценаттарды күтеді.